Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздермен жыл сайынғы еңбек демалысын есептеуді үйренеміз. Негізінде мекемелерде есепшілер арнайы бағдарламалармен есептейді. Бірақ мен сіздерге қарапайым Excel бағдарламасында өзіміздің еңбек демалысымызды қалай есептеуді көрсетемін. Мысал ретінде бір мұғалімнің еңбек демалысын есептеуді көрсетемін. Барлық бағдарламалар орысша болғандықтан, мен бұл жерде орысша, қазақша етіп жазамын. Өйткені орысша бізге түсінікті бағдарламалар тілімен. Бұл жерде бір мұғалімнің атын жазамыз, оның атқаратын қызметі сіздерге түсінікті болу үшін. Мұнда 5 қатардан тұратын таблица сызып аламыз. Белгілі бұны сынақты бассақ, бізде таблица сызылады. Біз мұнда жалпы мәліметті жазып аламыз. Яғни біздің еңбек демалысымыздың есептелетін қандай күннен, қандай сомадан, бір күндік орташа айлық жалақыны тауып алу үшін осында барлығын анықтап жазып аламыз. Еңбекақы демалысы ол 1 жылдық, яғни жұмысқа кірген болсаңыз, содан еңбекақы демалысын есептейтін күнге дейін, немесе алдыңғы есептелген еңбекақы күнінен осы еңбекақы күніне дейінгі аралықтағы барлық табысыңыз, жұмыс жасаған күндеріңіз есебінен 1 күндік орташа айлық жалақы шығады. Біз енді осы жылы қай күннен бастап қанша күнге отпускке шығатынымызды анықтап аламыз. Мысалы, мұғалімдер 56 күнге шығады, 56 календарный дни. 56 күнтізбелік күнді жазамыз. Мысалы, 19.05-нен бастап еңбекақы демалысына шығады деп есептесек, 19.05-нен 56 календарный дни қанша болады? Күнтізбені ашамыз, яғни календарды ашамыз. Мысалы, мұнда 18-нен 19-на дейін 7 күн, 25-не дейін 7 күн, бір апта 7 күн, 14 күн, 21 күн, 28 күн, 35 күн, 29-на дейін 42 күн, одан кейін 49 күн болу керек еді. 6-сы праздник болғандықтан есептелінбейді. 48 күнге қосамыз 7-ні 55, 14 мен 56 күн болады. Сонда біздің еңбекақы демалысымыз 19.05-і, 14.07-і аралығы болып бекітіледі. Енді еңбек демалысы есептелетін периодтар, олар мысалы май айынан басталып жатса, 2024 жылдың июнь айынан бастап 2025-тің апрель айы аралығы есептелінеді. Енді осыларды, жылдарды, айларды жазып аламыз мұнда. Яғни 2024 жылы июнь, 2024 жылы июль айлары. Дәл солай 2024 жылдың желтоқсанына дейін жазамыз. 2025 қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір айларын жазып шығамыз. Осылай кезеңді толтырып шығамыз. Енді анық жұмыс жасаған күндеріңіздің білу үшін және нақты табысыңызды білу үшін есепшіңізден осындай расчетный листок алып алыңыз. Кейде справка заработная плата береді. Ол жерде қайсы больничный, қайсы лишь пособие анық емес және күндерде көрсетілмейді. Сондықтан өте маңызды расчетный листок алыңыз осы мезгілдерге. Мысалы 2024-тің июлінен 2025-тің апреліне дейін.
Және осы жерде дене деген жерде сіз жұмыс күндерін қоясыз, календарный дне емес. Осы расчетный листокта сіздің жұмыс күндеріңіз көрсетіледі. Мысалы, июнь айында отпускіге шыққан, июнь айында оплата отпуск бұл жерде есептелмейді, оның күндері де есептелмейді, тек қана жұмыс жасаған күндеріңіз, мына жерде 13 деп тұр, және соның табысы ғана жазылады. Оплата отпуск, пособие оздоровления, ол отпуск есептеген кезіндегі табысқа кірмейді, және больничныйда табысқа кірмейді. Мына жерде 13 жұмыс күні жасаған, және тек қана соның табыстарын ғана есептеп, жаңағы таблицаға жазамыз. Сонда бізде шықты 270-447 мың теңге, 13 жұмыс күні 270-447. Енді июль айыныкін көріп аламыз. Июль айыныкі мысалы 22 жұмыс күні және табысы 395-263 мың теңге, жазып аламыз. Дәл осылай барлық айлардың жұмыс күндерін және табыстарын жазып аламыз. Өте маңызды. Дене дегенге рабочий дене, тек қана жұмыс күндері суммаға, начисленный сумма, яғни мұғалімдердің тілімен айтқанда грязный сумма жазылады. Қолға тиетін емес, бұл жерде есептелген сумма жазылады, есептеген қаржы. Және ең есте сақтайтыны, сізде егер больничный болатын болса, оның күні де табысы да бұл расчетқа қосылмайды, бұл есепке қосылмайды. Яғни, мысалы, июль айында сізде 3 күн больничный бар деп есептейік. Жерде 22 күн толық болып тұр. Бұл жерде күнін алып тастаймыз, больничныйдың күнін алып тастаймыз 19, және табысын да алып тастаймыз. Мысалы, 50 мың дейік, больничный суммасы 50 мың десек, жерде 395 мың емес, енді бізде 305-263 теңге болады. Яғни, больничныйдың күні де табысы да еңбекақыны есептеуге қолданылмайды, алынып тасталынады. Енді барлығын толтырып болғаннан кейін, барлығын қосындысын шығарып аламыз. Яғни, астында автосумманы бассаңыз, өзі шығарып береді. Бізде бұл жерде айлық жалақы, бір айлық жалақы, орташа бір айлық жалақыны және бір күндік орташа айлық жалақыны тауып аламыз. Ол үшін мына жерде бізде есептеліп тұрған айлар саны 11. Енді теңді басамыз. Мына жердегі общий біздің грязный суммамыз шыққан 4.275.104 теңгені. Бізде айлар саны 11 болып тұр, сондықтан 11 айға бөліп аламыз. Ол үшін теңді басамыз, начисленный сумманы белгілейміз, бөлеміз 11 айға. Бір айдағы бізде 388.645 болды. Дәл сол сияқты орташа айлық жалақыны тауып аламыз. Ол үшін теңді басамыз, начисленный сумманы белгілейміз, бөлеміз күндер санына, рабочий дни деп тұрған 219-ға бөлеміз. Сонда бізде орташа бір күндік айлық жалақы шықты. Енді бұның бізге берілген еңбекақы демалыс күндеріне қанша шығатынын тауып аламыз. Ол үшін мысалы 56 күн бізде 3 айға созылды. 3 айдағы күндерді бөлек-бөлек жазып аламыз. Мысалы 19.05-нен 31.05-не дейін, 1.06-нан 30.06-на дейін, және 1.07-нен 14.07-не дейінгі аралықтарды жазып аламыз. Және осы күндердің ішіндегі, қараңыз, ең маңыздысы 56 күнтізбелік күн болғанымен, оның ішіндегі жұмыс күніне ғана еңбекақы демалысы есептелінеді. Яғни, мысалы, орташа бір күндік жалақы 56 күнге көбейтілмейді. 56 күннің ішіндегі жұмыс күніне көбейтіледі.
Бұл жерге вид начисления жазып аламыз, яғни барлығы сіздерге түсінікті болу үшін. Вид начисления сіздерде отпуск болады. Осы 3 период бойынша отпуск болады, және бір ғана пособие оздоровления болады. Пособие оздоровления дейді, леч пособие дейді, 13-ші айлық дейді. Емдеу ақысы тек қана техникалық қызметкерлерге ғана берілмейді, қалған барлық қызметкерлерге беріледі. Пособие оздоровления. Одан кейінгі қатарда біз күн жазамыз, яғни 56 күнтізбелік күннің ішінде қанша жұмыс күні бар екенін анықтап жазамыз. Және сол жұмыс күндеріне қанша еңбек демалысы суммасы есептелді, соны шығарып аламыз. Жұмыс күнін анықтау үшін календарды ашамыз. 19-нан басталады. Бізде жұмыс күні 5 күндік, сондықтан дүйсенбіден жұмаға дейін, понедельниктен пятницаға дейін есептелінеді. Бізде май айында 19-нан 31-не дейін 10 жұмыс күні бар. Бізде анық болу үшін производственный календарды Google-ға жазсаңыз 2025 жылға шығарып береді. Мысалы, июнь айына ешқандай бізде мереке жоқ. Июль айында бар екен, 6-сы 7-сіне көшірілген, 6-сы жексенбі болған себебінен. Енді қараңыз, астында баланс рабочего время тұрады. Бізде 40 сағаттық жұмыс, және 5 күндік пятидневка, 40 часовая. Июнь айында бізде 20 жұмыс күні бар екен. Осы жерден анығын жазып аламыз. Маусым айына 20 күн, және июль айында бізде бір мереке бар, сондықтан календардан санап аламыз. Шілде айында 1 мен 4-не дейін 4 күн, 5 есептелмейді, 6-сы мереке есептелмейді, 6-сы 7-сіне көшірілген, ол да есептелмейді. 8-нен 11-не дейін есептейміз. 4 күн, 8 күн, 12-сі 13-ші демалыс күндері есептелінбейді, 14 жұмыс күні, сонда барын қосқанда 9 жұмыс күні болып есептелінеді. 9 жұмыс күнін қоямыз. Бір күндік орташа жалақыны тауып алдық, жұмыс күндерін тауып алдық. Енді еңбекақыны есептейміз, еңбекақы суммасын есептейміз. Ол үшін теңді басамыз. 19.521-ді белгілейміз, көбейтеміз 10-ға. Рабочий днейді белгілейміз. Сол кезде бізге 10 жұмыс күніне қанша, 20 жұмыс күніне, 9 жұмыс күніне қанша сома есептеледі. Осыны шығарып береді. Көбейтуді шрифт және көбейтудің белгісі тұр, соны бассаңыздар шығады. Енді бізге қанша отпускі положено екенін тауып алдық. Енді 13-ші айлықты қалай есептейміз? Осы расчетный листокты ашып, оклад по днямды қоясыз. Егер сізде ауылдық үстемақы болса, яғни сельский, сіз оклад по дням мен ауылдық үстемақыны екеуін қосып аласыз лиш пособияда. Екеуі қосып есептелінеді. Егер сіз қалалық жерде болсаңыз, тек қана оклад есептелінеді. Біз есептеуіміз бойынша бұл жерде 279-392 шықты. Енді маңызды қараңыз, сіз бір ставкамен істейтін болсаңыз, бұл жерде біз 1,5 ставканы алып тұрмыз. 1,5 ставка бұған өзі бекітілген еңбек сайты бойынша. Егер сізде бір ставка болса, жарты ставка уақытша болса, сіздің өзіңіздің заңды бір ставкаңызға ғана аласыз, жарты ставкаға алмайсыз. Енді бұл жердегі сумманы қанша алатыныңызды білу үшін бір ставкаға, мәселен 223 514 мың теңгені қалай бір ставканы шығарып аламыз? Калькуляторға саламыз, 223 514 бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 2-ге. Осы сізге бір ставканы осылай анықтап алуға болады. Отпускнойды есептеп алдық, пособие оздоровленияны анықтап алдық. Енді бұл начисленный отпускное. Бұл, яғни, грязный отпуск. Бұдан әлі налогтар ұсталынады. Енді
пособие оздоровлениеден ешқандай налог ұсталынбайды, ешқандай салық ұсталынбайды. Прочие удержаниялар егер сізге келген сот орындаушының қағазында жалпы табыстан десе, онда 13-ші айлықтан да прочие удержаниялар ұсталынып қалуы мүмкін. Ол қарыз болуы мүмкін, алимент болуы мүмкін. Егер ондай болмаған жағдайда ешқандай налог ұсталынбайды. Налог ұсталынатын сумманы шығарып алдық, яғни май, июнь, июль айындағы барлық отпускной ақшаларын жазып алдық. Енді одан налогтарды ұстаймыз. Жалпы жеке адам табыстарынан ұсталынатын 3 салық бар. Бізде міндетті 3 салық және прочие удержаниялар бар. Ол мүмкін профсоюз, Нұр Отан және басқа да сақтандырулар. Обязательный пенсионный взнос, міндетті зейнетақы жарнасы, ИПН, индивидуальный подоходный налог, жеке табыс салығы, ВСМС, ол медициналық сақтандыру, айлықтан ұсталынатын, және прочие удержание. Енді барлық салықтар бізде осы 761.319 теңгеден есептелінеді. Пенсионныйдың формасы бойынша ол теңді басамыз, белгілейміз начисленияны, көбейтеміз 10%-ға, яғни от начисленного сумма 10%. Одан кейін біз медициналық сақтандыруды анықтап аламыз. Ол от начисленной сумма 2%, 2025 жылдан бастап. Взнос ОСМС, яғни теңді басамыз, белгілейміз начисленияны 761.319-ды, көбейтеміз 2%. Взнос ОСМС анықтап алдық. Енді ИПН, оның формуласы кішкене қиындау, сіздерге түсіндіріп өтейін. Интернеттен қарасаңыздар да болады, как рассчитать ИПН деп. Сол жерде барлық формуласы шығып тұрады. Бұл жердегі ДК деген доход облагаемый. Доход облагаемый деген біздегі бағанағы грязный начисленный сумма. Одан аламыз пенсионныйды, одан аламыз взнос ОСМС-ті, одан аламыз стандартный налоговый вычеті. Егер болатын болса, прочие налоговый вычеті. Прочие налоговый вычеті деген ол жерде жилищный займ болуы мүмкін, яғни ипотечный займ, және биыл шыққан жаңағы многодетный көп балалы аналарға жеңілдік 23 МРП болуы мүмкін. Біздің жағдайда ол жоқ, сондықтан біз грязный суммадан аламыз пенсионный, одан аламыз ОСМС-ті, одан аламыз стандартный налоговый вычетті. Осы үшеуі маңызды. Қалғандары корректировка, мысалы 98.300 теңгеден айлық аз болса 1% ұсталынады табыс салығы. Егер одан жоғары болатын болса начисление, яғни грязный сумма, онда 10% ұсталынады. Біз енді стандартный налоговый вычетті тауып аламыз. Стандартный налоговый вычет бізде 14 МРП. 14 МРП дегеніміз, биылғы МРП бізде 39-32 теңге. 3932 теңгені көбейтеміз 14 МРП-ға 55.048 теңге. Енді жеке табыс салығын есептейміз. Тең қоямыз, начисление сумманы, яғни грязный суммамызды белгілейміз, аламыз ОПВ, одан аламыз ВСМС, одан аламыз жаңа біз тауып алған 55.048 суммамыз 55.048 теңгені қоямыз, стандартный налоговый вычетті. Енді осыларды жақшаға аламыз, көбейтеміз 10%-ға, яғни осылардан шыққан суммадан 10% ол бізде табыс салығы болып есептелінеді. Көбейту қоямыз 10%. Табыс салығын анықтап алдық. Енді прочие удержание біздің жағдайымызда бұл жерде тек қана профсоюз. Тең қоямыз от начисленной сумма минус ОПВ, одан қалған суммадан 1%. Бұл әр жерде әрқалай есептелінеді. Кейде от начисленной сумма прямой 1% алынады, кейде барлық налогты алып тастап 1%. Ол енді удержание түріне байланысты. Біздің жағдайымызда начислениядан аламыз пенсионный, одан қалған суммадан 1% есептейміз.
Есептелген отпускіден барлық налогтарды есептеп алдық, қанша ұсталынады. Бұл жерде точно осындай шығады деген жоқ, кішкене айырмашылық беру мүмкін, өйткені прочее удержаниедан айырмашылық беру мүмкін. ИПНда кейде вычеттардан аз ғана айырмашылық беру мүмкін, аз ғана. Примерно осындай шығады, иә. Енді қолға қанша тиетінін анықтап аламыз. Яғни грязный сумма минус аламыз ОПВ, минус аламыз шыққан ИПН, минус ВСМС шыққан, минус прочее удержание. Бізге сонда қолымызға тиетін отпуск 601-617 болды. Енді оған қосамыз пособие оздоровленияны. Сонда қолымызға тиетіні 881.009 теңге болып тұр. Осылай есептеп алсақ боламыз. Еңбекақы есептеудің негізгі формуласы осындай. Пайдалы болса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.